Бисмилlah кеттік. Өзіңді таныстырып өтсең? Документ бойынша мен есімім Клепцов Евгений. Бірақ та мені айналам бәрі Ерхан деп атайды. Себебі мен атымды өзгерткен болатынмын. Ол кезең қандай әсер қалдырды? 7 жасымда мені қазақ отбасы асырап алған кезде мен тек қана атымды ғана емес, мен дінімді де ауыстырған болатынмын, ислам дінін қабылдап. Бала күніңді еске алғанда ең бірінші не ойыңа оралады? Балалар үйінде тұрған кезім есіме түседі. Қазақ айтады ғой, егер болашағың жарқын болсын десең, өткеніңді есіңе түсір деп. Балалар сені қалай қабылдайды? Ағай, сіз орыссыз ба? Мен осы ойнап жүгіріп келеді. Орысша бір нәрсе айтшы. Сонда мен күлемін, мен сонда қатты орысқа ұқсаймын ба деп. Қаншама жыл өтті, мен өзімді 1%-ке орыс деп санамаймын. Негізі түрім орыс болғанмен жүрегім қазақ деп соғады әрине де. Ереулі атқа ер салмай, егеулі найза қолға алмай, еңку жер шалмай, қоңыр салқын төске алмай.